Армысыздар ардақты ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта сіздерге отбасы банк өз үйін бағдарламасын және екінші деңгейлі банктерде 7-20-25 бағдарламасын өзара салыстыратын боламыз. Ай сайынғы төлемі қандай, переплатасы қандай. Әзірге достар, мен каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Тақырыпты мен бастайын, тақтаға назар аударыңыздар. Отбасы банкінде өз үйім деген бағдарлама бар, құрметті достар. Өз үйім бағдарламасы бойынша негізгі алғашқы жарна 20%-дан басталады. Бірақ қазіргі таңда құрылыс компанияларымен және отбасы банк арасында ешқандай келісім болмағандықтан бұл бағдарлама бойынша 20% алғашқы жарнамен үйлер ұсынылып отырған жоқ. Тек қана 50% алғашқы жарнамен иные проекты деген бар. Сол бағдарлама аясында үйлер бар 50% жарнамен. Сонымен, құрметті достар, бұл бағдарламаның сіздерге артықшылықтарын айтып өтейін. Ең бірінші артықшылығы салынып жатқан кезде, яғни КЖК гарантиясы болса, салынып жатқан кезде алуға болады. КЖК гарантиясы деген бұрынғы ФГЖС қой, оны барлықтарыңыз білесіздер. Одан кейін салынып жатқан кезде өздеріңіз білесіздер, үйдің бағасы арзанға түседі. Яғни 1 шаршы метрдің бағасы арзанға түседі. Ары қаратай максималды қарыз сомасы 90 миллион теңгеге дейін беріледі. Процентный ставка банктың қосатын небәрі 7%. Бұны жилік деп жазып қойдым, жерде жилищный займмен де алуға болады. Онлайн уступкадан дайын депозит сатып алып, 3,5 және 5% аралығында да займ рәсімдеуге болады. Немесе 3 жыл өзіңіз жинасаңыз, доход көрсетпейді займ рәсімдеуге болады. Яғни бұл артықшылығы. Прописка, үй кезегінде барсыз ба, жоқсыз ба, мүлдем маңызды емес. Ең құрметті достар, кемшілігіне тоқтала кетейік. Салынып жатқан кезінде алған кезде ол үйдің бітпей қалу қаупі бар. Әрине ол құрылыс компаниясына байланысты. Одан кейін егер 20% алғашқы жарнамен ұсынған кезде оны банк қана ұсынады, определенный бір үйлерді, сол район сізге ұнамай қалуы мүмкін. Бар жоғы осы екі-бір кемшілігін ғана таптым, құрметті достар. Енді ары қаратай екінші деңгейлі банктердегі 7-20-25 бағдарламасына көңіл аударайық. Бұл да мемлекеттік бағдарлама. 2025-ке дейін бұл бағдарлама жұмыс істеп тұрады. Қазіргі таңда артықшылықтарына көз жүгіртейік. Өзге программаларға қарағанда тиімді. Яғни екінші деңгейлі банктерде өзге бағдарлама бар ғой, хэштег ипотека деген бар, особая ипотека, цифровая ипотека дегендерге қарағанда тиімді. Переплата жағынан, ай сайынғы төлем жағынан, құрметті достар. Одан кейін прописка үй кезегі бар ма, жоқ па, оған қарамайды. Ең басты атыңызда үй болмаса болды. Яғни заявка рәсімдейтін кезде 20% алғашқы жарна кішкене болса да қол жетімді, банктың қосатын пайызы 7%-мен беріледі. Құрметті достар, артықшылығы осы. Енді кемшілігіне көз жүгіртейік. Тек қана біткен үйден ғана аласыздар. Қазіргі таңда енді мынандай сыбыстар бар, ФГЖС гарантиясы бар үйлерді қосады деген. Ол әлі ақпарат расталған жоқ. Қазіргі таңда тек қана біткен, эксплуатацияға өткен үйлерді ғана аласыздар, бірінші нарықтан. Екіншісі, біткен үйді алған кезде оның бағасы әрине қымбаттау болады. Ары қаратай доход міндетті түрде керек. Яғни мына жақтан жаңа өзіңіз 3 жыл жинап доход көрсетпей алуға мүмкіндік болса, бұл жерде 20%-ды бірден салып алатын кезде міндетті түрде доходқа қарайды. Сонымен қатар тағы бір кемшілігі кредитный историяға өте қатаң қарайды. Соңғы 2-3 жыл жаңағы 90 күннен асқан просрочка ештеңе болмауы керек. Ары қаратай максималды қарыз сомасы 25 миллион теңге ғана. Енді құрметті достар, бұл екі бағдарламаның ай сайынғы төлемі мен переплатасына көз жүгіртейік. Өз үйім бағдарламасы бойынша 50% алғашқы жарна деп алсақ, және 7-20-25 бойынша да 50% алғашқы жарна салып алған кезде қалай болады? 50% алғашқы жарна саламыз екі бағдарламада да. Максималды үйдің құны 25 миллион деп алайық, 12 жылға. Енді отбасы банкі. Бірінші 3 жыл бойы 7%-мен төлейсіздер, 145.834 теңгеден, міне көріп тұрсыздар, яғни 7%-мен төлейсіздер. Одан кейін 9 жыл бойы 4,2%-ға түседі ол, 9 жыл бойы сіз 140.000 теңгеден түсесіз. Мынау 50% салып, жаңағы аралық займ рәсімдегендегі расчет. Переплата 12 жылда 7.870.000 теңге. Яғни бұл жерде мен ешқандай депозиті жоқ, отбасы банкінің клиентін көрсетіп тұрмын. Егер депозиті болса, жилищный займ болса, онда расчет кішкене басқалау. Мынау таза келген, бүгін келді, бүгін ашты, бүгін салған клиент. Міне переплата осындай. Екінші деңгейлі банкке ай сайынғы төлем 128.548 теңгені құрайды. 12 жыл бойы дәл осы сумманы төлеп келесіз. Переплата 6.10.912 теңгені құрайды. Құрметті достар, бұл жерде 50% алғашқы жарна салған кездегі расчет осындай болады. Көрдіңіздер да? Ал 20% салсаңыз, әрине переплата көп болады. Міне, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, ойланыңыздар. Әрине мен сіздерге ана банкты таңда, немесе мына банкты таңда демеймін. Таңда өздеріңізде. Тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар.
достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.